Саламатсыңдар ма, 4 сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілі пәнінен ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Галактика аспан денелері, жұлдыздар, планеталар және астероидтармен толтырылған шексіз ауқымды кеңістік. Әлем кеңістігі 15 миллиард жыл бұрынғы үлкен жарылыстан кейін пайда болған. Бұл жарылыс кезінде ең алдымен химиялық элементтер түзіліп, олардың кейбір бөлшектері бірігіп, жұлдызды құраған. Кейіннен жұлдыздардан миллиардталған галактикалар түзілген. Жұлдыздар әртүрлі көлемдегі галактикаларды құрайды. Біздің күн басқа жұлдыздармен бірігіп, спиральды құс жолы деп аталатын галактиканы құрайды. Оны бұлтсыз түндері үзік жарық жолақ ретінде көруге болады. Біздің галактиканың диаметрі шамамен 100 000 жарық жылына, ал вертикальды бөлігі галактика орталығынан шамамен 10 000 жарық жылына тең. Тірек сөздер. Балалар, тірек сөздер дегеніміз осы мәтінге байланысты және қатысы бар сөздерді тірек сөздер деп айтамыз. Яғни тақырыпқа байланысты. Галактика, шексіз кеңістік, 15 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыс, химиялық элементтер, құс жолы, жарық жолақ, жарық жылы. Осылар тірек сөздерге жатады екен балалар. Жақсы, енді осы сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын айт дейді бізге. Галактика аспан денелерінен тұратын шексіз үлкен кеңістік. Түнгі аспанда жыбырлаған жұлдыздарды көреміз. Бұл ғарыш әлемі. Бұл әлем 15 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыстан пайда болған. Көрдіңдер ме? Біз осы мәтіннің мазмұнына сәйкестендіріп, қысқа баяндап бердік. Келесі галактикалар туралы тағы не білесің? Галактикалардың барлығы қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Әлемде біздің құс жолы галактикасы сияқты миллиондаған галактикалар бар. Жақсы, келесі екінші тапсырма: берілген жоспар бойынша тыңдаған мәтіннің мазмұнын айт. Жарқыраған оттар, өзге ғаламшарлықтар, үлкен қауіп. Бізде жарқыраған оттар дегенді жұлдыздар деп алсақ болады, планеталар және күнді де алсақ болады екен. Өйткені бізде күннің сәулесі түсу арқылы оларға жарық беріледі, және астероидтарды да алсақ болады. Келесі өзге ғаламшарлықтар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Сендер сенесіңдер ме өзге ғаламшарлықтарға? Мүмкін бар, мүмкін жоқ. Біз галактиканы әлі толықтай зерттеп көрген жоқпыз. Ол жақта кім бар, өзге ғаламшарлықтар бар ма, жоқ па екенін. Жақсы, келесі үлкен қауіп. Бізге қай жерінен үлкен қауіп төнуі мүмкін? Ең үлкен қауіп астероидтардан, яғни үлкен тастардан тууы мүмкін. Жерге олар қақтығысы арқылы, аспандағы, галактикадағы, сол арқылы жерге құлауы мүмкін астероидтардың. Жақсы, келесі үшінші тапсырма: мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. Ербол мен Тимур достар, екеуі бір сыныпта оқиды. Олар көптен бері лашықтың машинасын құрастырып жүр. Олар машинаға үлкен сағат орнатты. Бүгін олар үшін ерекше күн. Олар машинаны алғаш рет іске қосып көреді. Өздері таң қалып және қорқып тұр. Тимур үлкен қызыл тетікті басып, сағатты бұрады. Қай уақытқа барамыз, Ербол? Болашаққа барайық. Болашақта Қазақстанның қандай болатынын көргіміз келеді. Жақсы, онда сағатты 2030 жылға қоямын. Дайынсың ба? Кеттік. Осы кезде айналадағы заттар көрінбей, балалар кеңістікте ұшып бара жатты. Бұл жерде бізге берілген тапсырма: балаларды сипаттайтын екі сөзді анықта. Балалар қандай болды? Балалар ақылды болды және еңбекқор болып, сол машиналарын, уақыт машинасын құрастырды. Жақсы, екінші мәтіннің мазмұнына сәйкес болатын екі сөйлемді анықта. Бұл жерде достар уақыт машинасын бірінші рет іске қосты. Достар уақыт машинасымен қайда аттанды? Болашаққа саяхаттады. Жақсы, үшіншісі: бұл күн достар үшін неліктен ерекше болды? Олар өз уақыт машинасын алғаш рет іске қосады. Өздері жасаған уақыт машинасымен саяхатқа шығады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Төртінші тапсырма: берілген жоспар бойынша оқыған мәтіннің мазмұнын жаз.
мәтінді өз бетінше аяқтап көр. Жоспар, ерекше күн, уақыт машинасын іске қосу, болашаққа саяхат. Ербол мен Тимур бір сыныпта оқиды. Олар нағыз достар. Олар уақыт машинасын құрастырды. Бүгін оны іске қосады. Достар болашақтағы Қазақстанды көргісі келеді. Тимур қызыл тетікті басты. Достар болашақ Қазақстанға ұшып келді. Мұнда көп жұмысты роботтар істейді екен. Қазақстан өте үлкен және танымал мемлекет екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.